Қайырлы күн 9 сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы жаһандану саясаттың дамуына қаншалықты ықпал етеді деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге жаһандану ықпалындағы әлемдік саясаттағы өзгерістерді анықтаймыз, мемлекеттердің саяси дамуындағы болуы мүмкін сценарийлердің моделін жасайтын боламыз. Халықаралық қатынастарда жаһандық тәртіпке саяси интеграцияға ұмтылу тән. Бұл үдеріс жүйеге жаңа қатысушыларды, яғни халықаралық ұйымдарды, саяси партиялар бірлестіктерін, корпорацияларды, мегаполистерді қамтиды. Егер 1910-14 жылдары әлемде 20 халықаралық үкіметаралық ұйым ғана болса, халықаралық қауымдастықтар одағының деректері бойынша 1978 жылға қарай олардың саны 2420-ға дейін артты. Ал 20 ғасырдың соңында 6000-нан астам халықаралық ұйым өмір сүрді. Көптеген мемлекеттер бір мезгілде бірнеше ұйымның жұмысына қатысады. Мысалы, Дания 164 ұйымның, Франция 155, Ұлыбритания 140, ақш 122 ұйымның мүшесі болып табылады. Сонымен қатар, халықаралық ұйымдардың мемлекеттердің есебінен құрылып, қызмет ететінін ескеруде қажет. Ұйымдардың басым көпшілігінде өздерінің қаржыландыру көздері, бірыңғай валютасы, аумағы немесе қарулы күштері жоқ. Сондықтан олар мемлекетпен және оның органдарымен келіспей шешім қабылдай алмайды. 1975 жылдан бастап жыл сайын үлкен сегіздік елдерінің кездесулері өткізіліп келеді. Олар ақш, Германия, Франция, Ұлыбритания, Жапония, Италия, Канада және Ресей. Бұл елдердің саяси көшбасшылары экономика мен сыртқы саясаттың өзекті мәселелерін талқылайды. Сегіздікке елдер олардың экономикалық және әскери әлеуеті мен әлемдік үдерістерге ықпал ету мүмкіндіктеріне қарай енгізіледі. 2014 жылдан бастап кездесулер Ресейдің қатысуынсыз өткізіліп, жетіліктер тобы деп атала бастады. 1976 жылы Еуропалық халық партиясы құрылды. Бұл Еуропадағы ең ірі саяси партиялардың бірі. Ол Еуропалық одақ пен Еуропа кеңесінде ұсынылған. Партия 39 елдің 73 ұлттық партиясынан тұрады. 1992 жылы Еуропалық социалистер одағы партиясы құрылды. Оған Еуропалық одақ елдері мен Норвегияның 33 партиясы кірді. Бұл партиялар Еуропарламенттегі орындардың көпшілігін иеленіп, еуропалық саясаттың негізгі бағыттарын қалыптастырады. Әлемнің дамуына трансұлттық корпорациялар үлкен ықпал етеді. Біріккен ұлттар ұйымының деректеріне сәйкес, әлемде 65 мыңнан астам трансұлттық корпорациялар бар. Олар бүкіл әлем бойынша 850 мыңнан астам шетелдік филиалды бақылауда ұстайды. Ал бұл кәсіпорындарда 74 миллионнан астам адам еңбек етеді. Трансұлттық корпорациялар өздерінің қаржылық қуатын қызмет аясын кеңейту үшін пайдаланады. Мәселен, 2008-2009 жылдары Қытай, Үнді және Араб компаниялары ең аз дамыған елдерден шамамен 570 мың шаршы шақырым ауыл шаруашылығы жерлерін сатып алды, немесе жалға алды. Корейлік Деу корпорациясы Мадагаскардың ауыл шаруашылығы жерлерінің жартысын 99 жылға жалға алған. Бұл сол елдегі үкіметтің құлатылуына себептердің бірі болды. Жаңа үкіметтің алғашқы қадамдарының бірі осы келісімді жоюға бағытталды. Трансұлттық корпорациялардың кейбір мемлекеттік функцияларды өз мойнына алуы ұлттық мемлекеттердің ықпалының әлсіреуіне әкеледі. Трансұлттық корпорациялар қызметінің нәтижесінде жаңа әлеуметтік топ, халықаралық қаржылық экономикалық олигархия қалыптасты. Мемлекеттер әртүрлі халықаралық ұйымдарға кіре отырып және трансұлттық корпорацияларға өз аумағында қызмет етуге рұқсат бере отырып, оларға ішкі және сыртқы саясатқа ықпал ету мүмкіндігін береді. Мысалы, 1975 жылы америкалық Стандарт Фрут компаниясы басқа да трансұлттық корпорациялармен бірге Панама, Гондурас және Коста-Риканың банан экспортындағы саясатына наразы болып, бұл елдердегі саяси тұрақтылықты бұзуға бағытталған іс-шараларды жоспарлаған.
Тек банан экспорттаушы елдердің бірігуі ғана трансұлттық корпорациялар билігінің таралуын тоқтата алды. Қазіргі әлемде жеке әскери компаниялар да бар. Олардың кейбірі өз әлеуеті жағынан егемен мемлекеттердің армияларымен теңесе алады. Біріккен ұлттар ұйымының 2012 жылғы баяндамасында жалдамалы әскерлерді пайдалануға қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмыс тобы дайындаған құжатта бұл компаниялардың мемлекеттік қарулы күштердің функцияларын өзіне иемденіп алғаны көрсетілген. Ең ірі әрі танымал компаниялардың бірі Америкалық Академи әскери компаниясы. Ол 1997 жылы құрылған, қызметкерлерінің саны 20 мыңнан астам. Компанияның өз авиациясы бар, броньды көліктер шығарады. Академи табысын үкіметтік тапсырыстар арқылы табады. 2007 жылдың қазан айында оның қызметкерлері Бағдатта үкіметтік кортежге жол ашу кезінде 37 бейбіт тұрғынды өлтіріп жаралаған. Қазіргі әлемде мемлекеттердің ірі қалаларға тәуелділігі артып келеді. Жаһандық қалалар мен мегаполистер халықаралық қатынастардың маңызды бөлігіне айналды. Адамзат тарихында алғаш рет 2010 жылы қала тұрғындарының саны ауыл тұрғындарынан асып түсті. Қалалардың ықпалының артуы 2000 жылы қалалар дипломатиясы атты әлем қалалары мэрлерінің алғашқы құрылтай конференциясының шақырылуынан және 2002 жылғы Афины қалалар дипломатиясы хартиясының қабылдануынан көрінді. 2004 жылдың мамыр айында Біріккен қалалар және жергілікті билік атты дүниежүзілік ұйым құрылды. Қазіргі мемлекеттердің ерекшеліктеріне ауқымды бюрократиялық аппараттың болуы, әртүрлі әлеуметтік топтармен, компаниялармен және ұйымдармен байланысты мәселелердің шиеленісуі жатады. Мемлекет қабылдайтын кез келген шешімге өңірлік, халықаралық, үкіметаралық және үкіметтік емес ұйымдар да ықпал етеді. Мемлекеттер қоршаған ортаның ластануы, табиғи ресурстардың сарқылуы, ядролық соғыс қаупі сияқты жаһандық мәселелерді шешуге де қатысуы тиіс. Ішкі және сыртқы саясат мәселелері бір-бірімен тығыз байланысты. Америкалық экономист Смайзердің пікірінше, қаржы әлемі енді ішкі және сыртқы экономикалық саясаттың арасын бөліп қарастырмайды. Жаһандық нарықтар кез келген елдің ішкі саясатының салдарынан басқа елдердің экономикасына да жеткізген сайын бұл екі саясат бір-біріне еніп, бір-бірін қалыптастырады. Мемлекеттің дербестігінің азаюы көп ұлтты корпорациялардың қызметін, әсіресе ақпаратты бақылау мәселесін қиындатады. Қазіргі әлемде бейбіт қатар өмір сүру қағидаттарын қолданудың бір тәсілі ретінде ұжымдық дипломатия мен конференциялық дипломатияның маңызы артып келеді. Мысалы, Таяу Шығыстағы реттеу жөніндегі топ, яғни Таяу Шығыс квартеті 4 қатысушыдан тұрады. Олар Біріккен ұлттар ұйымы, Еуропалық одақ, Ресей және ақш. Тапсырма: тыңдалған ақпаратты қорытып, 3 топқа бөлініп, төмендегі сұрақтарға нақты мысалдар келтіріп жауап беріңіздер. Бірінші, әлемдік саясатта қандай жаңа қатысушылар пайда болды? Бұл қатысушылар әлемдік саясатқа қалай ықпал етеді? Үшінші, қазіргі халықаралық қатынастарда ұлттық мемлекеттердің рөлі қандай? XXI ғасырдағы жаһандық әлем бір полярлы жүйеден көп полярлы жүйеге өту үдерісінде тұр. Бұл жүйе келесі сипаттамалармен ерекшеленеді. Әлемдік саяси үдерістер динамикасының артуы, яғни шамамен 200-ге жуық егемен мемлекеттің бір-бірімен өзара әрекеттесуі. Бұл ретте әр мемлекет өз мақсаттары мен мүдделерін көздей отырып қақтығыстарға барады, немесе коалициялар мен одақтар құрады. Адам өмірінің барлық жүйелеріндегі құрылымдық өзгерістер, олар сан алуан өнімге қолжетімділік, білім беру мен медицинада ақпараттық технологияларды пайдалану және тағы басқалар. Жаңа геосаяси осьтердің қалыптасуы. Әлемдік көшбасшылыққа ұмтылатын елдер арасындағы бәсекелестіктің күшеюі, мысалы,
ақш пен Қытай арасындағы қарама-қайшылықтың ушығуы. Жаһанданумен қатар глокализация үдерісі де жүріп жатыр. Бұл әлемнің бөлшектенуі, ол қақтығыстар мен қайшылықтар мен батыстық құндылықтар мен мәдениеттің теріске шығарылуымен қатар жүреді. Бұл жаңа әлемге бейнелі сипаттаманы ақш президентінің ұлттық қауіпсіздік жөніндегі бұрынғы кеңесшісі Збигнев Бженский берген. Әлем автопилоттағы ұшақ сияқты барған сайын үдей түскен жылдамдықпен белгісіз бағытқа қарай ұмтылуда. Ұжымдық шешімдер қабылдау барысында адамзат Біріккен ұлттар ұйымынан бастап оның мамандандырылған мекемелерінің қызмет тәжірибесіне сүйене алады. Бұл қазіргі халықаралық құқық жүйесінің қалыптасуынан, көптеген мемлекеттердің халықаралық нормалардың ұлттық заңнамадан үстемдігі қағидатын мойындауынан және әлемдік дамудың ортақ стратегиясын әзірлеуге жасалған талпыныстарынан көрініс тапты. 1980 жылы табиғатты қорғаудың дүниежүзілік стратегиясында алғаш рет тұрақты даму ұғымы енгізілді. 1987 жылы қоршаған орта және даму жөніндегі халықаралық комиссия біздің ортақ болашағымыз атты баяндамасында тұрақты дамудың 3 таған тұжырымдамасын, яғни экологиялық, әлеуметтік, экономикалық басымдықтарды әзірледі. 1991 жылы табиғатты қорғаудың дүниежүзілік стратегиясының екінші құжаты жер планетасына қамқорлық, тұрақты өмір стратегиясы экодамуға және табиғатты бүлдірмей дамуға баса назар аударылды. 21 ғасырда әділетті, тұрақты және бейбіт жаһандық қоғам құру үшін қажетті қағидаттар мен құндылықтарды бекіткен маңызды құжаттардың бірі жер хартиясы. Оның қорытынды мәтіні 2000 жылғы наурызда ЮНЕСКО-да, яғни Париж қаласында қабылданды. Жер хартиясы қоршаған ортаны қорғауды, адам құқықтарын, адамзат пен әлемнің дамуына қажетті жағдайларды өзара тығыз байланысты тұтастық ретінде қарастырды. 2000 жылы өткен Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 1000 жылдық саммитінде 189 елдің өкілдері қол қойған 1000 жылдық декларациясы қабылданды. Онда кедейлік мәселесін шешуге және қоғамның тұрақты дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін даму мақсаттары белгіленді. Бұл мақсаттар 1000 жылдық даму мақсаттары деп аталды. 2015 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы біздің әлемді өзгерту 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған тұрақты даму саласындағы күн тәртібі бағдарламасын қабылдады. Онда 17 жаһандық мақсат қамтылған. Бизнес пен жаһандық келісім идеясы алғаш рет 1999 жылы дүниежүзілік экономикалық форумда Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Кофи Аннан тарапынан ұсынылды. Оның пікірінше, адам құқықтарын, еңбек қатынастарын, қоршаған ортаны қорғауды және сыбайлас жемқорлықпен күресті қамтитын 10 қағидат негізінде бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін ынталандыру қажет. 2017 жылдың ақпанына қарай бизнес үшін жаһандық келісімге әлемнің 166 елінен 9200-ден астам компания мен ұйым қосылды. Адамзаттың одан әрі дамуына байланысты негізгі мәселелердің бірі жаһандық халықаралық басқару проблемасы. Ол қандай форматта барынша тиімді болады? Бүкіл әлемдік қауымдастықтың мүддесін қандай орган білдіруі тиіс? Бұл ретте жаһандық басқару аумақтарды емес, үдерістерді басқару екенін, ұлттық мемлекеттердің орнына емес, олармен бірлесіп басқару қажет екенін ескеру маңызды. Қазіргі қоғамда халықаралық құқыққа сүйене отырып жұмыс істейтін құрылымдардың мысалдары бар. Біріккен ұлттар ұйымы, Қауіпсіздік кеңесі, Еуропалық одақ, халықаралық сот, халықаралық қылмыстық сот, дүниежүзілік сауда ұйымы, дүниежүзілік денсаулықты сақтау ұйымы және тағы басқалар. Давостағы дүниежүзілік экономикалық форумның негізін қалаушы және төрағасы Клаус Шваб 2009 жылы форум қатысушыларына жасаған үндеуінде әлемге шынымен ынтымақтасуға және жаһандық сын-қатерлерге неғұрлым тиімді қарсы тұруға мүмкіндік беретін жүйелер мен институттарды жобалауға көмектесу қажет екенін атап өтті. Қазіргі қоғамда полиэтникалық,
мультикультурализм және жаһандық азаматтық идеяларының таралуы мынадай көріністер арқылы байқалады. Оскар киноөнер саласындағы сыйлықты тапсыру сияқты түрлі халықаралық мәдени іс-шараларды өткізу барысында оны бүкіл әлем бойынша миллиондаған адамдар тамашалайды. Қоғамдық қозғалыстарға, ғылыми және кәсіби қауымдастықтарға, спорттық іс-шараларға қатысу кезінде мұндай іс-шараның мысалы ретінде әлемнің көптеген елдерін біріктіретін Олимпиада ойындарын атауға болады. Трансұлттық туризмнің дамуы арқылы дүниежүзілік туристік ұйымның деректеріне сәйкес 2019 жылы әлемде 1,5 миллиард халықаралық туристік сапар тіркелген. Әлем ортақ қауіп-қатерлер алдында да бірігеді. Мұндай қауіптерге табиғи апаттар, террористік актілер, техногендік апаттар жатады. Мысалы, 1986 жылғы Чернобыль атом электр станциясындағы апатты, 2001 жылғы 1 қыркүйектегі ақш-тағы трагедияны, Үнді мұхитындағы цунамиді айта аламыз. Біріккен ұлттар ұйымының 75 жылдығына орай бас хатшының экономикалық даму жөніндегі көмекшісі әрі бас экономисі Элиот Харрис бастаған экономистер тобы қазіргі әлемнің 5 жаһандық мегатренді туралы баяндама дайындады. Бірінші, климаттың өзгеруі және қоршаған ортаның тозуы. Температураның көтерілуі қоршаған ортаның деградациясының, табиғи апаттардың, экстремалды ауа райы құбылыстарының, азық-түлік және су қауіпсіздігінің тапшылығының, экономикалық күйзелістердің, қақтығыстар мен терроризмнің тікелей себебі болып табылады. Теңіз деңгейі көтерілуде, Арктика мұздықтары еріп жатыр, маржан рифтері жойылуда, мұхит қышқылданып, орман өрттері өршіп тұр. Екінші, демографиялық өзгерістер. 2050 жылға қарай әлем халқының саны 2 миллиард адамға артады, ал ғасыр соңына қарай адам саны шамамен 11 миллиардқа жетеді. 5 жасқа дейінгі балалар саны 65 жастан асқан адамдардың санынан аз болады. Үшінші, цифрлық революция. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бағалауы бойынша 2030 жылға қарай әлемде 1 миллиардтан астам жұмыс орны жаңа технологиялардың әсерінен өзгеріске ұшырайды. Төртінші, өнеркәсіптік революция жағдайында 1 миллиардтан астам адамды қайта даярлау қажеттілігі туындайды. Төртінші, урбанизация. 2050 жылға қарай жер шары тұрғындарының 3/2-сі қалаларда өмір сүретін болады. Алдағы 15-20 жылда Африка мен Азия елдеріндегі көптеген қалалар 2 есеге өседі. Соңғы 50 жылда лашық аудандарда тұратын адамдар саны 35 миллионнан 900 миллионнан астам адамға дейін артты. Бесінші, жаһандық теңсіздік. 2015 жылы әлемдегі ең бай 62 адам планетаның ең кедей 3,6 миллиард тұрғынына тең байлыққа иелік етті. Соңғы 5 жылда бай адамдардың дәулеті 44%-ға өссе, кедейлер өз табысының 41%-ын жоғалтты. Әлемдегі ең бай адамдардың 1%-ы жер шары тұрғындарының қалған бөлігінің бәрінен де көп байлыққа ие. Ал байлардың 10%-ы адамзаттың материалды құндылықтарының 87,65%-ын иеленіп отыр. Тапсырма. Тыңдалған ақпаратты қорытып, 2 топқа бөлініп, төмендегі сұрақтарға мысалдар келтіріп жауап беріңіздер. Бірінші, қазіргі әлемде тиімді жаһандық өзара іс-қимылдың мысалдары бар ма? Екінші, адамзаттың болашағын оптимистік бағытта дамыту үшін әрқайсымыз не істей аламыз? Үйге тапсырма. Жаһанданудың әлемдік саясатқа әсеріне тест талдау жасаңыздар.